Арнамызға жаңадан қосылған меймандарға, қымбатты көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпарат сазды бағдарламасы. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Студиямызға, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар екен. Енді сол кісілермен таныса өтейік. Мұғалжар гуманитарлы техникалық колледжінің студенттері, әдейі жастар көктемі театр байқауының ұйымдастырушылары Елеусіз Нұрғанат, Жанғали Ақбота, Көбейсін Мұстафа. Қош келдіңіздер. Көңіл күйдеріңіз қалай? Бүгін біздің студенттеріміз керемет жаңалықпен келіп отыр. Өйткені арнайы Қандыағаш қаласынан деп айтып өтейін. Және де дәл бұл жай ғана байқау емес, Мұғалжар гуманитарлық техникалық колледжіне 13 жыл толуына орай осы бір театрдың жас әртістері керемет қойылым қойып, көрерменнің көңілінен шығып үлгерді. Және де дәл осы бір қойылымның желісі қалай болды, көрермендер қандай әсер алды, Қандыағаш халқының тұрғындары қандай пікірде, осы жөнінде бүгін біз сұхбат құратын боламыз. Қайырлы таң дейміз, көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң. Қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттік. Енді жас әртістер деп таныстырып жатырмын ғой, дегенмен де мамандықтарың әртүрлі, иә? Бірақ қазіргі таңда колледж